Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге капкейк пісіріп көрсетемін. Өте дәмді. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Капкейк істеу үшін бірінші бөлме температурасында май керек. Сары май менде шекер, 3 жұмыртқа керек, жылы сүт керек, разрыхтыль керек. Бәрін қосып бірге араластыратын боламыз. Бірінші шекерді маймен араластырып ертіп аламын. Жақсылап. Шекер шамалы ерігенше араластыру керек. Сосын барып жұмыртқаны қосам. Жұмыртқаны да араластырамыз, айналдырып. Разрыхтыль қостым. Енді үстімізді қосып, тағы айналдырамыз. Оның алдын ала електен өткізілген. Тағы да өткізем. Неғұрлым көбірек өткізсе, соғұрлым жақсы көтерілетін болады. Дайын болған тестамызды осылай қағаз формаларға құйып шығамыз. Біркелкі қылып. Көп құймаймын, өйткені жақсы көтеріледі. Өстіп барлығын біркелкі құйып аламыз. Құйып алғаннан кейін протеинге салып, пешке 180 градусқа 15 минутта пісіріп аламыз. Пісті міне, өте жақсы көтерілген, иісі деген керемет. Енді бетіне кремін дайындап жасақ болады. Бетіне кремге бізге творожный сыр керек. Және шекер керек. Екеуін қосып араластырып алам. Бұл жерде менің кремім көп, өйткені мен 50 шақты капкейкке дайындаған крем. Сіздер өздеріңіздің жасаған капкейктеріңізге қарай аз істесеңіздер де болады кремді. Слипкиімді құям. Енді слипкиге сол жаңағы шекермен творожный сыр араласқан слипкиге қосамыз. Творожный сырымызды тағы да миксермен айналдырамыз. Сливки мен творожный массамыз араласқаннан кейін осындай қоймалжың болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бұны холодильникке 1 сағатқа қойып алуымыз керек. Крем өзін ұстап тұру үшін. Піскен капкейктеріміздің үстіне осындай кремімізді 1 сағаттан кейін холодильниктен шығарып, кондитерский насадкалардың көмегімен құйып шығамыз. Міне біздің капкейкаларымыз дайын. Достар, егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.